Мадридтік Реал келесі жазда Виктор Осимхенді өз саптарына қосып алуы мүмкін. Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезеңінде қандай командалар жолығатыны анықталды. Қазақстандық жас ойыншы испаниялық клубқа ауысуы ықтимал. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Жаңадан тіркелгендерге, сондай-ақ бұрыннан бергі жазылушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ тілді футбол арнасына көмек көрсету мақсатында арнамызға жазылуды және бейнероликке лайк басуларыңызды сұраймыз. Қоңырау түймешесін қосып қоюды да ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Манчестер Ситидің ағылшындық жартылай қорғаушысы Келвин Филлипс мансабын Ювентус атында жалғастыруы мүмкін. Инсайдер Фабрицио Романоның ақпараты бойынша итальянда клуб футболшыны жалға алуды жоспарлауда. Және футболшының жеке өзі де командасын ауыстыруға қарсы емес. Ситилік команданың бас бапкері Хосеп Гвардиола оған аса сенім арта қоймайды. Еске салсақ, Манчестер Сити Филлипсті өткен 2022 жылдың жаз айында Лидс клубынан шамамен 50 миллион еуроға сатып алған еді. Ойыншының Ситилік ұжыммен 2028 жылға дейінгі жарамды келісім шарты бар. Кеше Швейцарияның Ньон қаласында Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезеңінің жеребе тарту рәсімі орын алып, барлық 16 команда түгелдей өз қарсыластарын анықтады. Көз жүгіртер болсақ, әсіресе Интер Атлетико, сондай-ақ Барселона мен Наполи арасындағы болатын ойындар өте тартысқа толы, әрі қызық болайын деп тұр. Командалардың келесі кезеңге өту мүмкіндіктерін осылай деп бағалаймыз. Ал сіздердің бұған қатысты ой-пікірлеріңіз қандай? Міндетті түрде комментке өз ой болжамдарыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. 8-1 финалдық кезеңнің алғашқы ойындары ақпан айының 13-14 және 20 мен 21 күндері өтетін болады. Мюнхендік Бавария шабуылшы Томас Мюллермен жаңа келісім шартқа отыру бойынша мәмілеге келген. Осы жөнінде инсайдер Кристиан Фальк мәлімдеуде. Ақпараттарға сәйкес жаңа келісім 2025 жылдың жазына дейін жарамды болмақ. Футболшының агенті мен клуб өкілдері барлығы бойынша келісімге келіп қойған. Және енді тек Мюллердің келісім шартқа қол қоюы ғана қалған екен. Ресми мәлімдеме жуық арада белгілі болады деп күтілуде. Томас Мюллер Бавария сапында соны 2007 жылдан бері 16 жыл уақыт бойы өнер көрсетуде. Ағымдағы маусымда 15 ойын өткізген шабуылшы 2 голды соғып, және 5 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Тараптар арасындағы қазіргі келісім алдағы жаз айында мәресіне жетеді. Манчестер Ситидің жарақат алып қатардан шығып қалған лидер ойыншыларының бірі Кевин Де Брюйне ойындарға қайтып оралуға жақын. Бұл жөнінде бельгиялық ойыншының жеке өзі айтып жеткізді. Бәрі өте жақсы болып жатыр. Маған ота жасалып, ол сәтті өтті. Мен толықтай дерлік қалпыма келіп қалдым деуге болады. Менің жарақатым шынымен де ауыр болды, бірақ оралуға жақынмын. Жаңа жылға қарай оралып қалатын сияқтымын. Менде барлығы жақсы және жақында алаңға оралам деген үміттемін. Деген екен 32 жастағы ойыншы Сити экстраға жеткізген сұхбатында. Еске салып өтсек, жартылай қорғаушы Премьер-лиганың бірінші тур аясындағы Бьорнлимен болған ойын сәтінде тізе асты сіңірінен жарақат алған болатын. Елімай футбол клубы, сондай-ақ Қазақстанның жастар құрамасының ойыншысы Мұхаммед Енсебаев испаниялық командаға ауысуы мүмкін. Мета рейтингс баспасының ақпараты бойынша 18 жасар жартылай қорғаушы Вальядолид атты команданың қаралымында жүр. Айта кетейік, Сегундада ойнайтын бұл Вальядолид клубының басшысы бұрынғы аңыз бразилиялық шабуылшы Роналдо болып табылады. Өткен маусымда Қазақстанның бірінші лигасында 16 ойынға қатысқан жартылай қорғаушы 2 гол және 2 нәтижелі пасты еншілеген. Егерде Мұхаммед Енсебаев қаралымнан сәтті өтетін болса, онда испаниялық клуб жас ойыншымен толыққанды келісім шартқа отыруы әбден мүмкін. Мадридтік Реал ауыр жарақат алған қорғаушы Давид Алабаның орнын алмастырар басқа ойыншыларды іздестіруге кіріспек, деп мәлімдеуде АС баспасы. Бастапқыда мадридтіктер осы қысқы трансферлік терезеде ешқандай ойыншыны алуды жоспарламаған. Алайда осы жағдайға байланысты барлығы басқаша болатын тәрізді. Патшалық ұжым Аталанта ойыншысы Джорджо Скальвини, Айнтрахт футболшысы Вильян Пачо, Спортинг қорғаушысы Гонсало Инасио, сонымен қоса Бенфиканың ойыншысы Антонио Силва,
Міне осы аталған қорғаушыларға назар аударған. Егер жаңа ойыншыны алу қиынға соғатын болса, онда мадридтіктер тіпті тірек жартылай қорғаныс ойыншысы Орелиен Чуаменидің позициясын өзгертіп, қорғаныста ойнату қадамына барып қалуы да әбден мүмкін. Лондондық Арсенал Лейпцигтің шабуылшысы Беньямин Шешкоға қызығушылық білдіруде. Осы жайында тілші Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттар бойынша канонийліктерде шабуыл қапталындағы ойыншылардың жетіспеушілігі байқалады. Және осыған байланысты олар осы словениялық футболшыға назар аударған. Арсеналдан бөлек бұл ойыншыға басқа да біршама еуропалық топ клубтар да қызығуда. Және солардың қатарында Реал, Бавария, Ливерпуль, сондай-ақ Манчестер Сити клубтары да бар. Лейпциг ұжымы словениялық шабуылшыны өткен жазда ғана Зальцбургтан 24 миллион еуроға сатып алған еді. Трансфермаркт порталы футболшының қазіргі кездегі құнын 30 миллион еуроға бағалауда. Ағымдағы маусымда 21 ойынға қатысқан Шешко 7 голды соғып ерекшеленген. Португалдық жаттықтырушы Жозе Моуриньо өзінің Рома командасындағы алдағы болашағына байланысты пікірін білдірді. Айта кетсе, бапкер мен клуб арасындағы келісім осы маусымның соңында мәресіне жетіп аяқталады. Мен осында бақыттымын, дегенмен келісім шарт аяқталуға жақын және шешімді клуб қабылдайды. Мен тек бүгінгі күн жайында ойланып, қолынан келгеннің барын арнаймын. Менде өте жағымды адамдар мен өте жақсы ойыншылардан құралған клуб бар. Жанкүйерлер тамаша, ал қала болса таңғы жайып. Сондықтан да мен осында өте бақыттымын. Жозе Моуриньо Рома командасында 2021 жылдан бері жаттықтырушы ретінде жұмыс жасауда. Италияның А сериясының қазіргі турнирлік кестесінде римдік ұжым әзірге 25 ұпаймен 7-ші орында келеді. Мадридтік Реал қорғаушы Ферлан Мендимен қош айтысуды қалайды. Осы жайында Релево баспасы хабарлауда. Мадридтіктердің француздық ойыншының деңгейіне, сондай жарақатты көп ала беретіндігіне көңілдері толмауда. Олар футболшыны өткен жазда сатып жіберуге дайын болған. Алайда дегенмен тек Сауд Арабия елінен ұсыныс келіп түскен. Сөйтіп трансфер футболшының Еуропада қала бергісі келетіндігіне байланысты орын алмаған. Менди негізінен Реалдан мүлдем кеткісі келмейді. Және ол командада келісім шарты толықтай аяқталғанға дейін қала беруге ниетті. Клуб пен ойыншы арасындағы қазіргі келісім 2025 жылдың жазына дейін негізделген. Осы маусымда футболшы 14 матчтың қатысушысы болған. Мадридтік Реал клубы егерде шабуылшы Килиан Мбаппе немесе Эрлинг Холланд екеуінің де трансферлерін жүзеге асыра алмай қалатын болса, қандай қадамға баратындары белгілі болған. Футбол Испания баспасының ақпаратына сәйкес, патшалық ұжым Наполидің шабуылшысы Виктор Осимхенді көздеп отыр. Патшалық ұжымға жоғарыда аталған Мбаппе мен Холланд екеуінде алу өте қиын болатыны айдан анық. Осыған байланысты Реалдың басшылары Осимхенді келесі 2024 жылдың жаз айында өз қатарларына қосып алуға тырысып көрмекші. Осы маусымда 15 матчқа қатысқан нигериялық шабуылшы 7 голды соғып және 2 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Оның итальянда клубпен келісім шарты 2025 жылға дейін жарамды. Трансфермаркт порталы шабуылшының құнын 120 миллион еуроға бағалауда. Бүгінгі сіздерге хабарлап жеткізген футбол жаңалықтарымыз осымен соңына келіп жетті. Лайк басып арнаға тіркеліп, қолдау танытуларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесіде кездескенше аман болыңыздар.